трейдингте біз сделканы жоғары ашқан кезде бағаның өскеннен ақша табамыз. Дәл солай. Мысалы 5 теңгеге алдық та кофені 600 теңгеге саттық, 100 теңге таптық дегенде ғой. Бағаның құлағанынан қалай ақша табамыз? Трейдингте сатып алу, сату дейтін понятие жоқ. Ол жақта торговля обещаниямен жүреді. Чтобы ты понимал, сен сделканы жоғары ашасың ғой. Сатып алдың, баға өсті, саттың. Сделканы төмен ашу, мына бағада, допустим, кофенің 500 теңгеде сатамын, баға 400 теңгеге құлайды, 400 теңгеден сатып аласың да, обещать еткен 500 теңгеден сатып жүресің. Вот на этом ты. Если баға өсіп кетсе, өкінішке орай. Кофе, допустим, 600 теңгеге қымбаттап кетті. Амал жоқ, сен 600 теңгеден сатып аласың да, 500 теңгеде сделка аштың ғой, сол 500 теңгеден сатасың, өзіңе минус. Поэтому төменде ашқан кезде баға құласа плюсасың, өссе минусасың. И наоборот. Ал анализді қалай үйренемін жеке? Оған 2 сағат уақыт кетеді. Онлайн тегін сабағыма қатыс, комментария стратегияда жазды, доступ алып. Болды. Сендерде стратегия жазсаңдар бұл. Сен жаздың ба? Жаздым. Алсай, жасай. Мен көзімше жаз. Телефон. Анжақ. Жазбай көріп осынан.